Бүгін Ерлан бақылау жұмысынан нашар баға алыпты. Ол үйіне қайтып келе жатып, жолда бір қулық ойлады. Көше жиегіндегі құбырлардың бірінің ішіне математика дәптерін сүңгітіп жіберді. Өзі түк білмегендей болып үйге келді. Оның бұл ісін терезеден көшеге қарап отырған Нұрлан көріп қойған еді. Түскі тамақтарын ішіп, екеуі сыртқа ойнауға шыққан. Кенет Нұрлан: «Ерлан, біз қарауыл екеуміз із кесуші болайық па?» деді. «Қайтып із кесуші боласыңдар?» деп күлді Ерлан. «Қарауыл екеуміз бір нәрсені іздеп табамыз». Сөйтіп, ол ка-ка-ка деп күшігін жанына шақырды. Қарауыл арсалаңдап жетіп келді. Нұрлан оның мұрнына бір парақ қағазды қайта-қайта иіскеткен болып: «Ал кәне, ізде» дейді. Ерланға мына ойын шынында қызық болып көрінді. Қарауылды ертіп, Нұрлан көшеге қарай жүгіре жөнелді. Олар көше шетіндегі құбырлардың жанына жетіп барды. Ерлан күдіктене бастады. «Мәссаған, мыналар менің математика дәптерімді тауып алмаса игі еді. Басқа жаққа емес, тұп-тура құбыр жаққа жүгіргені несі?» Айтқандай-ақ, Нұрлан мен қарауыл құбырлар жатқан жерді әрі айналды, бері айналды. Бір кезде Ерланның математика дәптерін тауып алды. Нұрғали Ораз, Нұрлан, Ерланның ағасы. Оқушылар, сендерге қай бала қу болып көрінді? Нұрлан ба, әлде Ерлан ба? Ерланның орнында болсаң, сен не істер едің, балақай?